Қайырлы күн, қалайсыздар? Жаңа жылдарыңызбен. Менің гүлім бүгін, Эухариз гүлім бүгін гүл атып тұр. Өзінің иісі нәп-нәзік, өте күшті иісі. Енді бұл гүлді мен қалай өсіріп жатырмын десеңіздер, мына мен осы Эухариз гүлін пиязшық арқылы шығады ғой, пиязшық арқылы. Жаңағындай мынандай тар горшокке 5-6 түп отырғызғанмын. 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен шынымен де. Араларында мында ешқандай не жоқ негізінде. Орын жоқ. Фитильный поливқа отырғыздым. Міне мына горшокты бетіп мына көтеріп қарасаңыздар, оның ішінде су бар. Кәдімгі капрон колготкиді астынан өткізіп, көтеріңкіретіп мында. Ішінде мынандай шоғын су, даже бітіп қалған екен суы. Су құйып қоюым керек. Сонда мына гүл құрғап қалмайды. Суды жақсы көретін гүл. Дымқыл болып тұрады мынаның топырағы. Керемет, сонда жылдам тез өседі екен. Мына гүл деген. Отырғызғаныма көп болған жоқ, бір ай жарым ба, сондай уақытта уже деген мында бір кейбіреуінде бір жапырақ, кейбіреуінде мына екінші жапырағы, мына бірінші жапырағы түсіп қалды. 1-2 жапырақ бергеннен кейін ақ уже гүлдеп жатыр ғой, гүлдерім міне. Екінші жапырақ беріп, уже гүлдеп жатыр, мына екінші жапырақ шығып жатыр. Мына стволы прям қап-қалың, қарасаңыздар, міне қалың бүйтіп келеді, міне мынандай гүлдер гүл атып тұр. Ал қалай жақсы көрмейсің осындай гүлдерді? Көңіліңе қуаныш ұялатады. Ал мынау сингониум атлет гүлі, керемет. Қызым ауырсып жатырмын шулама деп. Соған маған ренжіп сөйлеп жатыр ар жағынан. Мына қарасаңыздар, мында жапырақтарында кішкентай мынандай пятнистый, дақ сепкілдер деймі. Осындай варигатный түрі. Жапырақтарында осындай болады да. Сосын бара-бара өсе келе мына жапырақтары уже қоюлана түседі. Сосын жасыл болады. Imperial Green, сингониум. Мына жапырағы аппақ болады мына жағы. Өсе келе жапырағы қою жасыл болады.